Ассалаумағалейкум, қалайсыздар, қалай жағдайларыңыз жақсы ма? Белдік тағып алдық, қазір көшеден өтуге қорқып қалдық қой. Екі адамға қазірдің өзінде мен танысым, біреу таныс емес ме? Енді бір жолдан өтіп кеткен екен, пешеқы жоқ жерден. Содан штраф келіпті дейді, 6000 бірдеңке деді. Біреу жездеме, біреу тағы біреуге. Қалайсыздар, жақсыздар ма, аман есенсіздер ме? Бағана сөйлеген сөздеріме біреулер түсінбепті енді. Бір сөздер тік айтпаймын, бір сөздері жаныңамай айтамын ғой. Соған қалайсыздар, жақсыздар ма, ауылдайын ағам десем ба. Енді ақпараттарды айта кетейік. Мынау Салман деген ханзаданы білесіздер ма, білмейсіздер ма? Арабтың Салманы. Тақ мұрагері. Сол Трампқа өтінішпен шығыпты деген әңгіме кетіп жатыр. Ол жерде енді Иранға ары қарай соққыны да жалғастыра берсеңіздер. Енді Иран қазір осы жағдайдан шығып кететін болса, Иранды Америка осы жағдайдан аман есен шығарып, режим құламай. Енді қазір Трамп ойбай келісімге келіп жатыр, келісімге келейік деді. 48 сағат берем. Тағы не деді? 5 күн деді, одан кейін 1 ай деді қазір, дұрыс па? Енді осыдан Иран аман есен шығатын болса, менің ашығы әлемдік держава деп санайтын. Енді көбі санап келді ғой Американы. Ойбай, Америка қабағын түйсе, қар жауады деген сияқты қыпшы. Ол енді Ресейге де қанша рет айтты, біз тамақ зымыран Украинаға беріп қоямыз деген еді. Бірақ Иран осы жерден шығып кететін болса, онда Америкаға ешкім, ой сен Америка бұрынғыдай Америка едің деп әңгіме, Американы айтқанын тыңдамайды деп ойлаймын. Енді Америка екінші дүниежүзілік соғыстан кейін енді тиіп қашып соғысып жүрді ғой, бірақ мына соғысын енді өздері бастап, қазір енді өздері аяқтай ма, аяқтамай ма белгісіз болып тұр. Мына сұмашы соғыс қапты. Енді Салман ханзада сондай деп әңгіме айтыпты. Енді Салман ханзадада ақша көп, одан мұнайдың ақшасы бар, араб елінде ақша көп. Енді оларда ақша енді өте көп, әңгімені ашық. Мүмкін айтқан шығар, мен ақшаны енді берейін соғысқа, сен мынау енді екеуі де мұсылманбыз дейді ғой енді. Мұсылмандар неге қиямет жақындағанда қаншаға дейді? 73-ке бөлініп кетеді, соның біреу-ақ шын мұсылман болады, қалған енді мұсылман емес деп айтады ғой. Сондықтан енді екеуі де мұсылманбыз дейді. Бірақ сондай желеумен кім шығыпты, кім еді? Салман ханзада айтыпты. Енді Салман ханзаданың айтуымен дейді, кімнің, кім еді? Иранның бір аралына Америка өте жоғары деңгейде дайындалған, алдына Мадуроны ұрлап кеткен спецназдарын ба, же болмаса одан да мықтыларын алып барып сол жерге әскерлердің, жаяу әскерін тастауы мүмкін дейді. Бағана бір ақпараттарда біреуінде 3000, біреуінде 5000, біреуінде 2000 деді. Жоқ, мен 7000 әскер дедім, бірақ қай арал екен бір аралын айтты, атын мен ұмытып қалдым, жазбаймын білесіздер. Мен жазып алсам сөйлемей қалам. Одан кейін Ормұз бұғазын ашатын болыпты. Ормұз бұғазын Иран ашатын болыпты. Кеше бағана айтқан едім, Ормұз бұғазынан өту үшін әр елге $2 миллион деді ғой, қателеспесем. Сондай ақша берсеңдер өткіземіз, аман сау, ешқандай кемелеріңе зақым келмейді. Бір мемлекеттер оны беріп өтіп жатыр дейді, бірақ ол қай мемлекет екені айтылмады. Ормұз бұғазынан өтуге 5 елге рұқсат беріпті. Енді ашқанда барлығын ашып бастамаған. Бірақ 5 Иранды жақтайтын ел дейді. Иранға қалай айтсам екен, жамандық тілемейтін ел деп айтуға болады. Ресей, Қытай, Пәкістан, Индия, тағы қайсы ел? Солтүстік Корея шығар деп ойлаймын. 4-түсін ұмытып қалдым. 5 елге Иранның досы болып саналатын елдерге рұқсат беріпті. Сендерге
Ормуз бұғазының есігі айқара ашық. Қай жағынан кірем дейсіңдер ма, ішіне кіріп кемелеріңді айландырып ойнайсыңдар ма, сендер өте беріңдер деген әңгімені айтып кетті. Деп соғыс бастаған ел, мысалға бір елге Ресейде соғыс бастап кірді ғой, ана операция деп қойды, бірақ соғыс қой. Біреу айтқан енді, соғысты кім бастайды, сол елдің жеңілу қаупі өте жоғары деп. Мысалы қазір Америка енді басын тығып алды, мүмкін Американың шын күші осыған дейін ақ жетті, же болмаса Америка мүмкін қалай айтсам екен, азақ күшін салып соғысып жатыр. Же болмаса шын мәнінде Американың күші ең биіктігі осы деңгейге ғана жетті, бұдан ары қарай аса алмайды. Аса алмайтын болса, онда Американы ешкім енді бағана кеше кімді айтты ғой, кім еді ата? Иранның басшылары айтты, Американы әлемдегі бірінші держава деп көбейік санайды, бірақ бірінші держава деп саналатын ел бізге шабуыл жасап кіріп, өздері әңгіменің ашығы бастаған ісін аяқтай алмай жатыр деді. Одан Иранның сыртқы істер министрлігі де айтты. Фамилиясы кім еді? Арчи мейді? Арчи, қателеспесем Арчи. Арчи деген мәлімдеме жасапты, ол айтады. Біз кімге барып, Америкаға барып, ойбай келісімге келейік, болды, ойбай кешірді, кешір. Біз өйтіп айтқан жоқпыз әңгіменің ашығы. Трамптың сөзіне сенетін болсаң, Трамп қазір сөйлеп шықты. Біз бұл арнайы операцияда өте өзіміз ойламаған дәрежеде де жетістікке жетіп жатырмыз. Мен енді қазақша енді олар сөйлемейді ғой, мен өзім түсінгенім бойынша ол былай дейді. Соның қол астындағылар бұл соғыста келісімге келмей-ақ жеңе саламыз деген ойда болған екен. Сондай мақсатта болған екен, келісімге келіп соғысты аяқтайық деген мақсат болмаған екен, бірақ қазір келісім болып жатыр. Иран мемлекеті өте қатты келісімге келгісі келіп жатыр дейді. Кімге сенеріңді, кімге сенбесіңді де білмейсің. Мен ойлаймын енді Украина мен Ресейдің соғысы, Америка мен Иранның соғысынан ең барлығына қалай айтсам екен, пайда көріп жатқан Қытай ғой енді, Қытай. Мен ойлаймын енді Қытай мен Ресейде Иранға айтады деп ойлаймын, соғыс ұзағырақ соза түс, біз білгенімізді істей алайық. Соғыс ұзағырақ соза тұрып, біз саған керектін береміз деп мүмкін айтып жатқан шығар. Айттым ғой, бір 2-3 күн алдын ба екен, 4 күн алдын сөйледім ғой. YouTube'ның мәселесімен 1-2 күн жоқ болып кетіп, осы YouTube канал 32 күнге тексерілетін болып, содан жауап келеді. Егер кетсе кетеді, кетпесе қалады. Сол жерде Трамптың Ормуз бұғазын бұғаттап еркін кемелер өтетін жағдай істейік деген кезде көмек сұраған жеті елде бас тартты, оның ішінде Қытайда, бірақ Қытай, мен қателеспесем, Иранның аузымен былай деп айтты. Ормуз бұғазы ашылады барлық елге, бірақ сол жерде өтіп жатқан сауданы юаньмен жасасаңдар, Ормуз бұғазын ашамыз деген әңгіме айтты. Қалғандары жоқ, біз енді Трамп өзінің бастарын енді өзің аяқта деген әңгімені айтқан еді. Барлық сөйтіп енді Америка аяқтасын деп жатқан кезде Иранда енді соғысты зерттейтін адамдар да бар. Иран қанша жыл санкцияда болды, соның барлығын есептей келіп, енді Ираннан 1-2 зымыран ұшып шыққан ғой, Үнді мұхитына. Қателеспесем, Үнді болмаса тынық, Үнді ғой деймін. Ираннан 4000 шақырымда орналасқан Америка мен Британияның бірлескен базасына қарап 2 зымыран ұшып шыққан ғой, Ираннан. Сөйткенде олар біреу жолда өзі жарылды дейді, жолмысы жолдан біреу атып түсірді дейді, жарты жолдан дейді. Біреу сол жетейін деген атып түсірген ғой. Соны көріп, қалай айтсам екен, Еуроодақта Американың жақтастары да есін жинады дейді. Мүмкін енді Американың артына ұюы мүмкін дейді. Сен қай жақ қарай қол басасың, біз сол жақ қарай жүреміз деп. Және де мынау кім айтты? Аты кім еді? Енді Иранның басшыларының атын барлығы енді бір-біріне ұқсас қойын, Мұхаммед, Омар, анау мынау деген сияқты. Соның бір басшылары былай деп әңгіме айтты кеше. Егер
Европа бізден көмек сұрайтын болса, біз Америкадан Европаны қорғауға дайынбыз деді. Европа және де Гренландияны да біз егер көмек керек десеңдер, біз Америкаға қарсы тұрып, сендерді қорғауға дайынбыз деді. Европаға айтты ғой, Европаға. Европа ішінде ойбай, Германия бар, Франция бар, тағы кім бар. Енді үлкен елдер бар ғой енді ол жерде де. Кішкентай елдер де бар. Жерлер кішкентай болғанмен кезінде біздің тілмен айтқан кезде аттары айға жеткен елдер ғой енді. Бұрынғы хандықтардың нелері қайтсын екен, ұрпақтары деген сияқты соларға солай айтты. Егер Гренландияны қорға десеңдер, біз Гренландияны да қорғап береміз, қорғай аламыз. Және де Европаны да Америкадан қорғай аламыз деді. Жалпы сондай. Не болады бұл? Соғыс біте ме, бітпей ме? Бітетін болса қалай бітеді? Америка деген статусын сақтап қала ма, же болмаса Америкада бүкіл әлемге Ресей сияқты шын мәнінде сөз жүзінде Америка мен Ресей мықты деп келдік қой енді. Ресей мықты, Америка әлі де мықты деп саналады. Мына соғыстың қалай аяқталады, соған қарай оған да шешім шығады ғой. Ресейде әлемдегі екінші қару мықты ел деп келдік. Келіп жатыр әлі де біреулер. Бірақ 4 жыл болды мынау Украинамен әлі алысып келіп жатыр. Жалпы сондай. Бұл соғыс біраз елдің бетіндегі бетпердесін, елдік тұрғыдағы бетпердесін шешейін деп тұр ғой. Деп. Жақсы, мен бір кездер ойлап қоям. Осы 3-ші дүниежүзілік соғыс басталып кетіп, енді болып жатыр ғой енді 3-ші дүниежүзілік соғыс. Олай барлығы жаппай қырылыспағанмен, бірақ қырылып жатыр ғой енді жақтан. Мен ойлаймын да, барлығы соғыс Орта Азиядан аман қалып қала ма деймін да. Орта Азия аман қалып қала ма деймін да. Орта Азия аман қалып, осы күйімізде енді ешкім қирамасын, бірақ енді соғыс болған жерде қирайды, экономика артқа кетеді, техникалар құриды. Алдында бір айтқан екен, егер 3-ші дүниежүзілік соғыс басталатын болса, біз бұрынғы тас ғасырға түсіп қалуымыз мүмкін. Неге десе, ядролық бомбамен соғыс болады, ол кезде бүкіл әлемді танымай қаламыз деген екен. Мен ойлап қойдым бір кездер сол. Қазақстан, сол стандардың барлығы аман қалып, соғыс біткен соң әлемдегі ең дамыған елдердің қатарына жоқ жерден қосылып қала ма деп ойлайсың да. Жалпы біздікі енді айту. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Байланыстамыз, ойыңызды жазып кетіңіздер. Ормұз бұғазы ашық.